Сәлеметсіздер ме? Мен Амангелді Фатима, Ақтөбе облысы, Әйтекебе ауданы, Сұлукөл жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы. Бүгін мен өзім таңдаған мамандық туралы бір ойдан бастайын. Жүрек өмірдің ырғағы, ал кардиолог сол ырғақты сақтайтын маман. Ойлап көріңізші, жүрек 1 минуттың ішінде орта есеппен 60-100 рет соғады. Яғни біз сөйлеп тұрған 3 минуттың ішінде жүрек шамамен 200-300 рет соғып үлгереді. Сол ырғақ бір сәтке бұзылса, өмір де өзгереді. Ендеше кардиолог деген кім? Кардиолог жүрек пен қан тамырлары ауруларын анықтайтын, емдейтін және алдын алатын дәрігер. Біз ЭКГ, ЭХО-КГ, қан талдауы сияқты тексерулерді қарап, диагноз қойып, ем таңдаймыз. Бірақ ең маңыздысы адамға түсіндіру. Неліктен қысым көтеріледі? Не үшін жүрек шаншиды? Қалай сақтанамыз деген сұрақтар жиі келеді. Маған бұл мамандықтың тартымды болуының 3 себебі бар. Ең біріншісі адам өміріне тікелей әсері. Кейде бір шешім бір өмір. Ал екіншісі ғылым мен технология. ЭКГ-дағы бір сызықтың өзі жүрек не айтып тұрғанын көрсетеді. Ал үшіншісіне келсек, командалық жұмыс. Жедел жәрдем, реанимация, хирургтар барлығы бір мақсатта жұмыс істейді. Кардиологияның шығу тарихы да өте керемет. 1628 жылы Уильям Харви қан айналымының тұйық жүйе екенін дәлелдеді. Стетоскоп, эхокардиография, ангиография және телемедицина. Яғни бұл сала үнемі дамып отырады. Кардиологияның бағыттары өте көп. Интервенциялық кардиология, электрофизиология, балалар кардиологиясы, ең бастысы алдын алу кардиологиясы. Әрине, бұл жол оңай емес. Ұзақ оқу, кезекшілік, стресс, қателік бағасы жоғары. Сондықтан кардиологқа жауапкершілік, ұқыптылық, эмпатия және салқын қандылық қажет. Бірақ сен бір ғана адамның емес, тұтас отбасының үмітін сақтайсың. Мен бұл мамандықты таңдадым. Өйткені жүректің ырғағы өмірдің өз ырғағы. Өзімді кішкентай үндеумен аяқтайын. Жүрек ауырған кезде ғана емес, ауырмай тұрған кезде де тексеріліңіздер. Қозғалыс, дұрыс тамақ, жақсы әдет жүрекке ең мықты қорған. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.